мен енді yazып кетірдім. Рахатландырып бірінші көрініш менің тігі Сабантуй көрініші, ол бір 5 бит жырданға тұра, жыр бию. Бүгінгі күн Сабантуйын көрсетіп еді. Шой тырып жазып жіберген ең бет енді. Шой тіріп қазір енді бір вариант яздық, екінші вариант түзетілер, үшінші дөртінші. Бұл 6-шы вариант. Ялғышмасам, қазір енді ол артистлар қолына, һәм артистлар енді 7-ші, 8-ші, 9-ші вариант ясайтырғандар, өзлеріне жайлаштырып. Сүзде yok. Еш нәрседе ең бірінші 5-6 бет жазған тігі жырнейім. Ренат абайты, факт болса әйбәтті, бұл керек түгіл, кесіп атабыз деп. Нешек? Мен бит бүгінгі күн Сабантуйын ашасым келен. Жоқ, мен ол керек, менің түп проблеманы шындық маңғайға бәрәсі келе дейді. Айтам, түгі жүрекні сықыраттып, айтам, ярар, Букреев айтты бит, режиссерлар кесебіз деп айтса, кесерге керек деп, тіліні тішлеп, кесіп аттым. Дұрсың айтканда, Ренат абаймен айткашты, менің өзім білен тұрам, менің бір сокольный этаж дейбізін подвал бол. Шол базға шығып тұрам. Мен әйбәт енді біздің. Кейіндер сақлана, нелер сақлана. Һәм мұнда бір зур тақта қайтарып қойдым. Мектеп тақтасы бар, мел білен жазып. Орта бір жерге жазып қойдым теке деп. Андан соң предлагаемый стоятель бар бітінді. Теке, оның қарт теке, әдем, егет, қыз, схема жасап қойдым. Һәм мен yazғанда yazғанда схема. Һәм тоқтал деп, бұл вақытта теке біліп ойнап жүрейін. Андан соң кеже образы барлыққа келді, кеже болып хитрит етіп жүрдім. Кішілер арасында да бар, кежелер бар. Mesela кирилер деп айтым, кеже деп айтым, кирилер. Я шондай шук кішілер. Дұрыс, менің мына кеженің прототипі бар еді. Менің ол тұрмышта бар еді бір кіші. Илфак, бір сөз айтам, тыңлайлы. Өз-өзіңні бітірме, сақла өзіңні. Бар, ташла керек түгілді. Ол үшін жеңіл ете тұрған, һәм шылай жеңіл яшай тұрған. Яңа қотлауландыр келмей. Мен обырақ қотлауландырам, һәм теке қотлауландыра. Мәселен, теке қотлауландыра, кеже керісінше бушата. Андай прототиплар бар, шоған көре тұрмышта да шындай кішілерін көргенліктен мен алына бары жеңілгіне болды. Анда бит теке башта битінде шанып бара. Андан соң туктале деп, мұны жерге түшірелерді, андан соң ол дүріслік артынан оңлап дүріслік артынан. Мен де өзім қой уақыт қияланып кетем бе, туктале деп, анары бірәрсе башқа соғып түшіреді, шулай екен бит деп аңдым. Мен өзімді көбірек теке нейіне қойып қарағанмындыр. Ойланыр жерлік бар ұлыларға да, балаларға да. Балаларға ол өзінің формасы білен қызық. Біріншіден көргенімін ескізлерді костюм, сәхнә бизәлеше, утлар, шаян, шулы хайваннарның, жануарларның образлары миңа қалса теге тышқы қияфәттән бик шаян һәм күлкі булачак. Зурларға уйланыр жерлік булачак шулык табигатьне, хайваннарга карата мөнәсәбәт, табигатьне пычратмау, аннан соң үзебезнең буын, элеккегедән біз тамырдан үзіліп келебіз. Менә шушыңа уйланырга туктале, чынлап та шулай біз уен күлкі генә дип карыйбыз икән Сабантуйны. Монда бит асылда мен бұл әсәрге Ренат абай заказ бермеген болса, әйтмеген болса, мен біледірім енді Сабантуйның аның теге жуық барғана ойын түгіл екенін, асылын. Ол қадар түпке қадар қазынмасым. Әр бір ойын, ол нендейдер бір сынау, ол тұрмышқа керек, иліңні, халқыны сақлау үшін, яқлау үшін керек биримнәр болған. Қазір насилкаға, ташкаға хатыны салып ташу, қоялып бара біз. Нендей мәғнәсі бар аның? Балалар үшін бит инде юморда болсын иде, уйланыр жерде болсын иде. Һәм инде мәхәббәт линиясында анда инде теге төн, йолдызлар күз алдына китереп, аларын инде хыялланып ясарга тырыштым һәм матур гына чыкты минем күңелдә. Сәхнәдән ничек булыр, анысы инде тагын да әйбәтрәк булыр миңа калса.